Команда сіздерге қалай сторис түсіру керек екенін видеосын жазып өтейін. Мына жерде стористі біздер аватаркаға барамыз. Егер бұрын до этого сторис болса, үстін қатып бір рет басып тұрамыз, дополните свою историяды басамыз, иә. Стористің страничкасы ашылды, төмен жақта галереяңыз бар. Галереяға кіріп, любой суретті қоя өзіңіздің таңдауыңызша қоюға болады. Мысалы, мына бір суретті алайық, иә. Мына кішірейтіп, үлкейтіп, мына жазуға барып жерге жазуыңызға болады. Оны апарып әрлеуіңізге болады, түстерін өзгертуіңізге болады, міне. Сосын мына жерде жоғарыда смайликтің суреті тұр ғой, міне. Смайликке барсаңыз, бәрі бізге керектің бәрі бар. Мынау қазіргі актуальный нелер, стикерлер. Осыларды қойсаңыз, көп адам сізді қарайтын болады. Мысалы, көбіне сөйтіп кішірейтіп қойып кетуге болады. Сосын мына жерде место деген сіздің қай жерде жүрсіз, мысалы, басқа қалада жүрсеңіз көрсетіп кетуіңізге болады. Мынау аутопоминание дейтін, мысалы, біреуді белгілеуіңіз керек болса, мысалы, бет белгілегенде шығады, мен мысалы Ләззат Бақаева деп, мысалы, фотосын салып, құттықтасам, мысалы, солай белгілеп кетемін. Мына жерде тұрған хэштег қоюыңызға болады. Вопросы, бізде көп қолданатыным менің вопросы керек, мысалы, сұраңыз, табыс тапқыңыз келе ма деген сияқты вопросты қойып, мына жерден түсін өзгертуге болады бұның. Міне, осылай түсін өзгертуге болады. Сөйтіп қойып кетеміз. Әдемілеп, өздеріңіз дизайндеріңізге қарайсыздар ғой. Сосын гиф бізге ең көп керек. Гиф мен көп қолданам. Міне, подаркілер, акциялар, любой нәрсені сіздер орысша, ағылшынша жазып тауып аласыздар. Гиф бәрін шығарып береді. Мысалы, подарок акция жүріп жатыр, сыйлық деген сияқтыларға адам көңілін аударатындай эмоцияңызды, реакцияңызды білдірсеңіз болады. Сосын бізге көп керегі реакция, міне. Мысалы, ұнайма, мына продукция қалай, бағалап кетіңіз деген сияқты нәрселерді қойып, ыңғайлап осылай қоюыңызға болады. Сосын опросы, міне, опросыды көп қолданам. Я, жоқ, маска қолданасыз ба, ұнайма деген сияқты басқа неше түрлі сұрақтар қоя берсеңіз болады. Я, жоқ, мына жерге келтіріп жазасыз. Я, жоқ деп. Или болады смайликтер можешь қоюға, міне. Мынандай бір смайликтер қоясыз, иә? Осылай қолданасыз, міне, любой жеріне апарып қоясыз. Одан бөлек тест жасауыңызға болады. Сағат, мысалы, қайырлы күн жақсы дегенде, мысалы, градусты қойып кетуіңізге болады. Обратный счет қойып кетуіңізге болады. Мысалы, прямой эфирдің басталуы, акцияның басталуы деген сияқты, иә? Осының барлығын қолдануыңызға болады. Егер сосын тағы да бір видеоның үстіне бір фото, екі фото қойғыларыңыз келсе, мына плюс деп тұр ғой, фотоның үстіне фото плюс тұр ғой, соны басасыздар. Міне, тағы бір фото шығады, мысалы, Днем Победы. Міне, бір фото бұрыннан бар еді, екінші фотоны міне осылай төменге осылай қойып кетсеңіздер болады. Өзіңіздің мына жерге видеоңызды қойып, мына жерге фотоңызды қойып кетсеңіз болады. Осылай сторис сала аласыздар сіздер. Көп нәрсе мынаның барлығын қолдана берсеңіздер болады. Міне, осындай әрлеп, жазып, белгілеп, осылай сторис түсіреміз. Сосын, міне, получатель дегенге басамыз. Сосын мына өзіңіз ваш история, поделицияны басасыздар. Сол кезде сіздің сторисіңіз кетеді уже болды. Сторис салып болғаннан кейін басқа біреуге бөліскіңіз келсе, басқа біреулерге отправить басып, бөлісуіңізге де болады. Міне, стористі осылай түсіреміз.